Қымбатты көрермендер, студияда жаңалықтар легімен таныстыратын мен Айтқол Гүлім. Бүгінгі жаңалықтарда көретіндеріңіз: жетістіктер айдары, ұлттық бірыңғай тестілеуге дайындық, ауырып ем іздегенше ауырмайтын жол ізде. Республикалық балалар мен жасөспірімдер арасындағы өнер байқауының көркемсөз номинациясы бойынша Жібек жолы мектеп-лицейінің 3-ші Б сынып оқушысы Жарылқап Нұртөре Елдосұлы қатысып, жүлделі 1-ші орынмен марапатталды. Жетекшісі Дулатова Толғанай Сабыровна үздік ұстаз дипломымен марапатталды. Құттықтаймыз! 2-ші республикалық Таланты of Казахстан білім және өнер онлайн байқауында аспапта орындаушылық жанры бойынша қатысып, Қуатбай Аружан 1-ші орынмен марапатталды. Құттықтаймыз! Көпшілік әлемі халықаралық қазақ творчестволық бірлестігі өткізген Ұлы Абайдың 75 жылдығына арналған Абай жаққан бір сәуле атты оқушылардың қашықтықтан өткен халықаралық ғылыми танымдық конференциясына да оқушыларымыз қатысып, жүлделі орындар иеленді. Оқушылардың еңбектері ғылым және қоғам атты журналда жарық көрді. Олар 11-ші В сынып оқушысы Мұхамедова Диана 1-ші орын иеленді. Жетекшісі Тоқтаболат Рая Смағұловна алғыс хатпен марапатталды. 5-ші Б сынып оқушысы Садықбай Әлмира 1-ші орын иеленіп, жетекшісі Омарба Мақпал Мақбұтовна алғыс хатпен марапатталды. 2-ші Б сынып оқушысы Медержанова Жангүл 1-ші орын иеленіп, Асқар Анар алғыс хатпен марапатталды. Құттықтаймыз! Республикалық өрлеу біліктілікті арттыру ұлттық орталығы Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың болашаққа бағдар рухани жаңғыру мақаласы аясында Ұлы дала елі 4-ші республикалық этномәдени онлайн форумының ізгілікті қала орта ғасырлық дәуір ескерткіші бағыты бойынша мектебіміздің 11-ші сынып оқушысы Орынбасар Қадиша қатысып, жүлделі 2-ші орын иеленді. Жетекшісі Копец Сина Николаевна құттықтаймыз! Және де осы аталған форумның фотосуреттердегі менің өлкем атты бағыты бойынша мектебіміздің 7-ші сынып оқушысы Беркебай Аблайхан 1-ші дәрежелі дипломмен марапатталды. Жетекшісі Копец Сина Николаевна. Білімді ұрпақ ел болашағы атты 1-ші республикалық пәндік олимпиадаға мектебіміздің 5-ші сынып оқушысы Эльрих Ая қатысып, жүлделі 1-ші орынмен марапатталды. Жетекшісі Копец Сина Николаевна. Құттықтаймыз! 2021 жылдың қаңтар айының 21-ші күні мектеп психологы Жұманбаева Жаңыл 11-ші сынып оқушылармен ұлттық бірыңғай тестілеуге дайындау мақсатында оқушылармен сенімділік кілті атты тренинг өткізді. Тренингтің мақсаты білім алушының өзіне деген сенімділігін қалыптастырып, пайдалы қарым-қатынас алгоритмін құру, өзге адамның пікірінен, бағасынан сынын тәуелділігін жеңу, ішкі еріндік қарым-қатынас пен іс-әрекеттің батылдығын дамыту. Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер? Дүние жүзін жаулап тұрған коронавирустың ресми атауы COVID-19. Бүкіл әлемді қауіпті індеттен сақтану үшін барлық жерлерде қатаң сақтық шаралары жүргізілуде. Көпшілік жиналатын жерлерге бармау, бетперде тағып жүру, дезинфекция шараларын жүргізу біздің күнделікті әдетімізге айналды. Бүгінгі біздің сұр-сұхбат айдарының қонағы мектебіміздің медбикесі Құсайынова Гаухар Қалмұратқызынан бірнеше сұрақтарға жауап алып, мектепте болып жатқан сақтық шаралары туралы біледі. Гаухар тәти, COVID-19 індеті туралы сұрақтарымызға жауап берсеңіз. Әрине, қазіргі таңда барлығы коронавирус жайлы біледі. Сонда да үнемі қайталап отыру артық етпес деп ойлаймын. COVID-19 яғни коронавирустың симптомдарын айта кетсеңіз. Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер? Коронавирустық инфекция COVID-19 дегеніміз коронавирусымен қоздырылатын ауыр респираторлық инфекция, жіті респираторлық вирустық инфекциясы жеңіл түрде де, ауыр түрде де өту қаупі бар. Оның ерекше асқынулары вирустық пневмония, жіті респираторлық дистресс синдромға, тіпті өлімге әкеп соқтыруы мүмкін. Аурудың ең көп тараған белгілері дене қызуы, шаршағыштық және құрғақ жөтел жатады. Бас ауруы, тахикардия, безгек, мұрынның бітуі. Осындай белгілер болады осы ауруда. коронавирустық инфекцияда.
Коронавирус инфекциясынан қалай сақтану керек? Инфекцияны болдырмау үшін мынандай санитарлық нормаларды сақталу керек. Жиі қолды жуу сабынмен, антисептик қолдану, бетперде кию, ауырған адаммен қарым-қатынаста болмауы, көп адам жиналған жерге бармауы, ауызды, мұрынды, көзді қолмен ұстамауы, жаңағы респираторлық белгілер пайда болса, үйге жедел жәрдем шақыру, арақашықтықты сақтау. Осындай белгілер. Коронавирус инфекциясы қандай жолдармен жұғуы мүмкін? Вирус құрамында вирусы бар тамшылар арқылы жөтелгенде немесе түшкірген кезінде, сондай-ақ көзге, мұрынға, ауызға түскен су арқылы таралады. Вирусты тамшылар бетке, заттарға түсіп, содан кейін көзге, мұрынға, ауызға түсіп, келесі жанасқан адамды жұқтыруы мүмкін. Вирус заттардың бетінде бірнеше сағат өмір сүру қабілетті. Сондай-ақ бұл вирус респираторлық жолдармен жұғуы мүмкін. Ауру жұқтырған адамдармен қарым-қатынаста болсаңыз, тығыз әбден жұқтыру мүмкінсіз. Енді бізге, яғни көрермендерге, мектептегі медицина қызметкерлерінің COVID-19-дан сақтану шараларын және де таңғы сағат нешеде мектепке келесіздер, одан ары қарай жұмыс барысы туралы айта кетсеңіз. Біз таңғы сағат 7-де келеміз мектепке. Менің көмекшім бар, екеуміз техперсоналым бар. Бәріміз сағат 7-де келеміз. Кабинеттердің бәрі тазаланады, ылғалдандырып жуылады диахлормен. Одан кейін жарты сағатқа кварц қоямыз. Оқушылар келгенше уже кабинетіміздің бәрі дайын тұрады. Енді оқушыны біз мектепке қалай қабылдап аламыз, соны сіздерге көрсетейін. Саламатсыз ба? Бізде мектептің кіреберіс жерінде санитайзер орнатылған. Келген оқушы қолын обрабатывать етеді. Оқушы түнелден өткеннен кейін температурасы өлшенеді. Күнделікті мектепке келген оқушылардың, ұстаздардың, жұмысшылардың температуралары өлшеніп, журналға тіркелінеді. Бұл бізде 3-ші Б класс, ара қашықтық сақталған, оқушылардың бәрі маскаде отыр, мұғалім де маскаде. Әр кабинеттің сыртында ылғалдандыру мен кварцтаудың графигі ілінген, сынып оқушылардың тізімі ілінген, санитайзер ілінген, қолдарын обработка жасау үшін, КБСУ бар. 2 сағат сайын бір реттік маскаларын осы жерге тастайды. Осы КБСУ бар. Құрметті көрермендер, бүгін біз сіздермен мектеп медбикесінің бір күндік жұмыс барысымен таныс болып, сұрақтарымызға жауап алып, келесі кездесуде
сау болыңыздар. Басқармасының ұйымдастыруымен «Мен қазақша сөйлеймін» атты өзге ұлт өкілдерінің арасындағы челленджге мектебіміздің бастауыш сынып мұғалімі, орыс ұлтының өкілі Чапкина Надежда Николаевна қатысып, бейбіт елімізде тұрып жатқанына алғыс білдіріп, қазақ еліне деген құрметін жеткізді. Сәлеметсіздер ме? Менің есімім Надежда Николаевна. Менің ұлтым Украин. Мен Қазақстанда туып өстім. Шу қаласында тұрамын. Жібек жолы мектеп лицейінде 21 жыл еңбек етемін. Қазақстанға мың алғыс. Мен Қазақстанды жақсы көремін. Абай Қонанбаевтың өлеңін айтып беремін. Жел үстінде жарық ай, сәулесі суда дірілдеп, алдың жаным терең сай, тасыған өзен көрілдіп, алдың жаным терең сай, тасыған өзен көрілдіп. Біздің психологы Шауенова Шарбану бала ата-ананың өмірінің жалғасы тақырыбында ата мен бала арасындағы қажетті кеңестерді онлайн форумында жаңалықтармен таныс болдыңыздар. Келесі кездескенше күн жақсы.